Айбек қалай? Тұрма бәрі? Ассалаумағалейкум, Самат Амангелдіұлы. Бәрі Уалейкумассалам. жақсы естіліп тұр. Аха. Эфирге қош келдіңіз. Мынау бүгінгі осы 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні мерекесіне орай, жалпы осы 97 жылдардан бері, 1997 жылдардан бері, яғни осы 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні болып жарияланған болатын. Содан бері жалпы бүкіл Қазақстан бойынша осы күні жалпы сол кезіндегі тоталитарлық жүйенің кезіндегі сонау 30-50 жылдардағы саяси қуғын-сүргінге ұшыраған жазықсыз құрбандардың рухтарына тағзым етіп, тәу етіп, осы бүгінгі күндері, яғни осы митингілер өтіп тұрады. Соның мынау жалғасы ретінде бүгін осы Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейі бүгін осы тарих ғылымдарының кандидаты, Астана IT университетінің профессоры Самат Амангелдіұлы Исқалиевпен онлайн сұхбат айдарына қосылғалы отыр. Самат Амангелдіұлы, тағы да қош келдіңіз эфирімізге. Және осы енді бүгінгі тақырыбымыз жалпы саяси қуғын-сүргіннің негізгі қасіреті жөнінде болмақ. Енді сіз осы жалпы осы кезеңді зерттеуші, тарихшы ретінде, ғалым ретінде осы сізбенен бүгінгі әңгімемізді ары қарай өрбітсек деген жоспарымыз бар. Сонымен енді осы бүгінгі онлайн сұхбат айдарын бастасақ, жалпы сол кезіндегі 30-50 жылдардағы тоталитарлық жүйенің кезіндегі жалпы осы саяси қуғын-сүргін құрбандарының жалпы Ақтөбе облысы бойынша саяси қуғын-сүргіннің негізгі кезеңдеріне тоқталып өтсек, аз кем сөз кезегі өзіңізде. Жалпы мына кеңес үкіметі орнағаннан кейін осы қуғын-сүргіннің үш кезең бөліп айтамыз. Негізгі енді мына қалың жұртшылық негізінен білетіні 37-38 жылдардағы қуғын-сүргін ғой. Жалпы мына сталиндік кезеңде соның кезеңі болған. Соның кезеңіне тоқталатын болса, ол 28-33 жылдар. Бұл кезеңнің ерекшелігі жоғарыдан ауылдық жерде жүзеге асырылған революция болып табылады. Осы кезеңде ашаршылық болды. Қазір оны бөліп айтпаймыз, оны да қуғын-сүргінге осы күнге қазір қосып отырмыз. Содан кейін дәл осы бірінші кезеңде қуғын-сүргін ауылдағы ашаршылық басталып жатса, ол да саясаттың нәтижесі ғой, жоғарыдағы сүргін саясаты. Екінші, интеллигенцияға қарсы да қуғын-сүргін осы кезеңде алғашқы толқыны басталып отыр. Ол дегеніміз мына 28 жылдан бастап осы ұлттық интеллигенцияға қарсы оларды қамау басталады, тергеу басталады. Сөйтіп, алғашқы топ 30 адам 1930 жылы түрмеге қамалады, жер аударылады. Соның ішінде Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатов, Жақып Ақбаев сияқты белді алаш қайраткерлері. Сол сотталғандардың көпшілігі қайтып оралмайды. Ол кезеңде әлі ату жазасына кесе қойған жоқ, бірақ ана түрменің жағдайының нашарлығы, мысалы Міржақып Дулатов сол түрмеде көз жұмады. Жақып Ақбаев ауыр науқастан соң өкпе ауруына шалдығып, ол түрмеден жіберіледі, өйткені халі тым нашарлап кетеді. Сөйтіп, 1934 жылы Алматы қаласында ол кісі де қайтыс болады. Ал қалған алаш зиялылары бір жаңа сотталып шыққаннан кейін, бірақ та 36 жылы, оларды 37 жылы қайтадан қамауға тергеу ісі басталады. Сөйтіп, екінші толқыны басталады. Мына бірінші толқыны кезінде де әсіресе ашаршылықтың салдарынан 2-3 миллионға дейін адам осы жыртыққа ұшырайды. Соның ішінде мына ресми мәлімет бойынша, Қазақстан бойынша 2 миллион 200 мың адам көз жұмады, шетелге көшіп кетеді. Яғни 50%-ға жуық қазақтарға санымыз азайып кетті. Бұл үлкен болып табылады.
Онымен қоймай кеңес үкіметі әрі қарай 1937-38 жылдары осы қуғын-сүргіннің екінші толқыны басталады. Бұл екінші толқыны өте жойқын болды. Екі кезең, үш кезеңмен салыстырғанда 37-38 жыл. Өйткені бұл кезеңде жаңағы прокуратура НКВД қызметкерлерінен 3 адамнан құрылған комиссиялар құрып, солар өздерінің үкімдерін көп уақытқа созған жоқ, және негізінен олар ату жазасына кесіп отыр. Сол кезеңде Қазақстан бойынша 113 мың адам саяси тұрғыдан қуғын-сүргінге ұшыраған. Соның 25 мың адамы ату жазасына кесілген. Басым көпшілігі осы сол ең алдымен ату жазасына кесілгендер ол сол интеллигенция өкілдері. Интеллигенция өкілдері туралы айтатын болсақ, сол кезеңде олардың саны көп болған жоқ, салыстырмалы түрде. 1917 жылғы революцияға дейін жалпы батыстық білімді игерген университеттерде оқыған, институттарда оқыған, училищелерде оқыған адамдардың саны бар жоғы 1200 адам. Шығыстық мектеп медреселерді қоспағанда барлығы сол 1000 адамның ояқ-бұяғы ғана болды. Бірақ олар негізінен Москваның белді оқу орындарында оқыған. Соның ішінде мысалы Әлихан Бөкейхан Москвадағы ауыл шаруашылығы институтын, императорлық ауыл шаруашылығы институтын бітірді. Жақанша Досмұхамедов Санкт-Петербургдағы Халел Досмұхамедов әскери врач болып табылады. Міне, соның ішінде біздің жерлестерімізге келетін болсақ, Тел Жаманмұрын Тел Жаманмұрын Москвадағы Петровско-Разумовский атындағы ауыл шаруашылық академиясында оқыған. Қазіргі Тимирязев академиясы. Сол кезеңде де қазірде ол ауыл шаруашылығы тұрғысынан ең бірінші жоғарғы оқу орны болып табылады. Елді сапалы мамандарды шығарады. Міне сода оқып келген алаш зиялылары ырғыздық болып табылады, Тел Жаманмұрын. Бірақ өкінішке орай осы азаматтардың барлығы 1937-38 жылдары барлығы репрессияға ұшырады. Соның ішінде ең алдымен кеткен интеллигенция өкілдері. Жаңағы біз білетін атақты ғалымдар, атақты жазушылар, Сәкен Сейфуллин болсын, Байтұрсынов болсын, Мағжан Жұмабаев болсын, осылардың барлығы да Халел, Жақанша Досмұхамедовтер барлығы қуғын-сүргінге ұшырады. Яғни кеңес үкіметінің сол уақыттағы саясаты ең алдымен өздерінің жүргізген саясатын ығырыққа тірелгеннен кейін халықтың жағдайы нашарлап кеткеннен кейін әдейі осы қуғын-сүргінді, яғни халық жауларын іздеу саясатын жүргізді. Бұл халық жауларын іздеу саясаты, оның негізі сонау 1918 жылы қаланған еді. Владимир Ленин РСДРП-ның съезінде революция орнағанына 1 жыл ғана болды, азамат соғысы басталып жатыр. Мен сол кезеңде айтып кеткен екен, біз революцияны сақтап қалу үшін өзіміздің жауларымызды құртуымыз керек. Оны әрі қарай жалғастырған 1930 жылы Иосиф Сталин бүкіл одақтық съезінде айтады, біз социализмді сақтап әрі қарай дамыту үшін халық жауларын жоюымыз керек. Яғни сөздерден кейін қуғын-сүргін анатомиясы қалыптаса бастайды. 7 жыл қатарынан 37 жылға дейін қалай жүзеге асырады. Оны жүзеге асыратын адамдар дайындалады. Мысалы, Ақтөбе облысы бойынша осы кезеңде қуғын-сүргінді жүргізген НКВД-ның басшысы Титов деген болған, Демидов деген болған. Міне осылардың өзі 37 жылы, 38 жылы жүзеге асырғаннан кейін 39 жыл олардың өздерінің көзін жойып жіберіп отыр. Сіздер аса сілтеп жібердіңдер деп, өйткені олардың рөлі сол жүзеге асыру,
олар разнарядка беріп отыр, жоғарыдан түсіріліп отыр. Бірінші категория, екінші категория, үшінші категория бойынша адамдар, бірінші категория ол ату жазасына кесілетіндер. Мысалы, 1000 адам деп беріледі. Одан кейін бас бостандығынан айырылып, еңбек лагерлерін білетіндер. Және үшінші ол әртүрлі мерзімге түрмеге қамалады. Міне осы категория бойынша адамның саны түсірілетін болған жоғарыда. Және жергілікті НКВД мүшелері осыны орындап отырды. Тіпті кейбір жағдайларда, көп жағдайларда олар осы жоспарды асыра орындауға тырысып отыр. Осы Қазақстан бойынша. Сөйтіп, мына ұлттық интеллигенция өкілдері ең алдымен осы толқында барлығы дерлік жойылды. Және мына кеңестер одағы бойынша, тарихшылардың мәліметі бойынша 5-7 миллион адам қуғын-сүргінге ұшырады. Соның 1 миллионға жуығы ату жазасына кесілген. Бұл жағы 1920 жылдан 50 жылдарға дейін есептейтін болсақ. Және бір қызығы, мына сол қуғын-сүргінге ұшырау барысында үлкен лагерлер құрылды. Мысалы үшін Карлаг, Степлаг, Актюблаг деген сияқты. Алжир. Жалпы Қазақстан бойынша біздің территорияда 11 ірі лагерь жүйесі құрылады, ал жалпы саны 23-ке дейін бар. Бұндай лагерлер жүйесі бүкіл кеңестер одағы бойынша тарады. Соның ішінде айтып отырмын, мына әсіресе ашаршылық жылдар өткеннен кейін біздің территорияда халықтың саны да азайып кетті. Сол кезде мына лагерлердің жүйесі көптеп салына бастады. Міне осы лагерлерде 1950 жылға дейін 5 миллион адам отырып шыққан. Бүкіл кеңестер одағы территориясынан жіберілген адамдар. Мына Қазақстан территориясы сол кезде үлкен лагерь жүйесі болған секілді болып көрінетті. Шынымен де солай болды. Үлкен лагерь жүйесі адамдарды сол жерде қамап ұстап, қара жұмысқа салып, не қылғандарды. Және көпшілігі сол лагерлеріне әрине қайтып оралмайтын еді. Өйткені жағдай өте ауыр болды. Ал енді қуғын-сүргіннің үшінші толқынына келетін болса, ол 40-шы жылдардың аяғы, 50-шы жылдардың басы болып табылады. Бұл толқынның ерекшелігі, бұнда алдындағы кезеңмен салыстырғанда қырып жою түрінде өткен. Бірақ дегенмен де соның өзінде 2,5 миллионнан 3 миллионға дейін адамдар қуғын-сүргінге ұшырады. Ату жазасына кесу кезеңде жаппай сипатталған жоқ. Бірақ енді айтып отырмын, сотталған Қазақстанға келетін болсақ, ұлттық интеллигенция өкілдері, мына кеңестік кезеңде қалыптасқан интеллигенция өкілдері қуғын-сүргінге ұшырады. Соның ішінде, мысалы үшін, тарихшыларын айтатын болсақ, Ермахан Бекмахан, Бекежан Сүлейменов. Филологтарын айтатын болсақ, Бекежан Сүлейменов біздің жерлесіміз болып табылады. Алматыда академиясында қызмет етті. Міне, мен осы қуғын-сүргіннің үшінші толқынының жүзеге асыруын зерттеген болады. Деңгейде монографияда шығады. Мысалы үшін Бекежан Сүлейменов, ол 1951 жылы сотталады. Және бір ерекшелігі, Ермахан Бекмахан көп айтылады. Ол Ермахан Бекмахановтан 4 жыл бұрын сотталады. Бұл кісі июньде сотталса, Бекмахан декабрь айында сотталды. Және ол 25 жылға сотталады. Бекмахановты, филолог Исмаиловты, Қажым Жұмалиевті филолог. Қажым Жұмалиевтің ерекшелігі, ол Абайдың мектебін зерттеуші мықты ғалым болды. Мұхтар Әуезовтің жетекшілігімен үлкен мектеп қалыптастырады. Сол Мұхтар Әуезовтің шәкірттері зерттейді. Оны қалыптастырған мектебін зерттейді. Сөйтіп, үлкен монография жазып шыққан уақытында 1951 жылы типографияға тапсырғаннан кейін оны қамауға алып,
25 жылға соттады. Бірақ Сталин қайтыс болғаннан кейін 1953 жылдың күзінде Сталин қайтыс болады. Сол қайтыс болғаннан кейін ақтау процесі басталатын белгілі ғой. Никита Хрущев үкімет басына келеді. Сөйтіп 1954 жылы Ермахан Бекмахан бірінші түрмеден босатылады. 53 жыл босатылады. Сталин қайтыс болғаннан кейін көпке бармай. Өтеген Сүлеймен 54 жылы босатылады. Сөйтіп Қасым Жұмалиев, Исмаил барлығы жаймендеп босатыла бастады. Әрине, бұл біздің осы ұлттық интеллигенция өкілдерінің тағдырына әсер еткен үлкен бір қайғы қасірет болды. Химияларына әсер еткен. Ол кезеңде халық жаулары деген атақты берумен қатар 37 жыл мысалы үшін халық жауларының әйелдерін де қуғын сүргінге ұшырады. Әдейі мысалы үшін Алжир деген лагерь құрылған, Акмолинский лагерь, жон изменников Родины деген. Соған бүкіл кеңестер одағындағы қуғын сүргінге соқталып кеткен, атылып кеткен адамдардың әйелдерін жинап көжеге қамаған. Олар әртүрлі мерзімдерде болған. 15 жыл, 20 жыл. Негізінен сол кезде 52-ші баптың тармағы бойынша бірінші тармағы, екінші тармағы 25 жыл бас бостандық. Халық жауы деген бап болды. 25 жыл бостандығынан айырады. Ату жазасынан кейін 25 жыл бас бостандығы. Міне біздің жерлестерімізге келетін болсақ, сол кезеңдегі мысалы үшін Темірбек Жүргенов, Ұзақбай Құлынбек, орталық атқару комитетінің Қазақ СССР-ның алдында АССР-ның орталық атқару комитетінің төрағасы болып, содан кейін бөлек Қазақ СССР болып, республика болып бөліп шыққаннан кейін ең алғашқы осы орталық атқару комитетінің төрағасы болып табылады Ұзақбай Құлынбек. Соның өзін аямай, ол республикадағы бүкіл үкіметті басқарып отырған адам бұл. Оған бүкіл министр қазіргіше есептегенде екінші адам. Сол кісінің өзін ату жазасына кесті 38 жыл. Ол мамандығы бойынша Ақтөбе оқу курстарын бітірген, мұғалім болып табылады. Біртіндеп осы революцияның толқынында сөйтіп сондай дәрежеге дейін өзінің талантының білімі арқасында көтерілген, бірақ 38 жыл ол кісі де ату жазасына кесілді. Немесе Темірбек Жүргеновке тоқталатын болсақ, ол кісі тек қана Қазақстанда қазіргіше министр дейді, нарком қызметін атқарған, білім және мәдениет комиссары болып. Ол кісі тек қана Қазақстанның министрі болған жоқ, нарком. Ол кісі Тәжікстанның наркомы болды бір уақыттар. Бір уақыттары сол Тәжікстанның финанс халық комиссары болды. Өзбекстанның халық комиссары болды. Қазақстанның сөйтіп үш республикада 4 жоғары лауазымды атқарып отыр ғой. Халық комиссары қазір мен сол кісінің өзін 1937 жылы қамауға алып ату жазасына кесті. Немесе Келі Жаманмұртқа келетін болсақ, бұл азамат Әлихан Бөкейхановпен дос болған. Москвада екеуі бірге оқыған, және осы алаш қайраткерлерінің ішінде беделді тұлғалардың бірі мына құрылтай кеңесіне 1917 жылы Петербургте құрылған құрылтай кеңесіне делегат болып сайланған Торғай облысына. Бірінші Торғай съезін, екінші Торғай съезінде делегат болып бар. Соның хатшы қызметін өте білімді азамат болған. Сонау сол революцияға дейін Санкт-Петербургке оқуға кетіп, өзі қарапайым семьядан шыққан, сол жақта оқып, сондай үлкен дәрежеге жеткен. Тіпті ерекше бұл кісінің
сол кезеңдегі мына өздерінің халқына жанашырлығы, ұлтына жанашырлығы. 1914 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс басталған кезінде соған қарсылық ретінде өзің білесіздер, 1916 жылы ұлт азаттық көтеріліс басталды. Халқын. Оған түрткі болған мына осы патшаның жарлығы еді, мен жарлығы 19-3 жас аралығындағы қазақ адамдарын неге тыл жұмыстарына окоп қазуға жіберу жөнінде. Міне соған қарсылық ретінде түрткі болған сол еді. Негізі енді оның себептері көп қой. Сол отарлау саясаты басталады, әртүрлі алым-салықтар көбею, халықтың жағдайының нашарлауы, орыстандыру саясаты. Міне соған қарсылық ретінде көтеріліс басталғанымен, оған мына ұлт интеллигенция өкілдерінің саясаты, олар айтты, мына көтеріліс тоқтатайық, босқа қырылып қаламыз деп. Бірақ көтеріліс әрине тоқтамаған жоқ, ол күшпен басылды. Және күшпен басылғаннан кейін де патша үкіметі, үлкен енді империя ғой, өз дегенін жасады. Қазақ жастарын жинап майданға аттандырды. Міне сол аттандырған кезде осы қазақ интеллигенттері жерге қарап қалған жоқ. Олар өздері оқып жүріп, мысалы үшін тел жаман мұрын Москвада Петровский Разумовский атындағы академияда оқып жүріп, академический отпуск алып, сонау батыс майданға аттанады, Минскіге. Мақсат Әлихан Бөкейханов бар, бірнеше адам. Мақсаттары мына кеткен біздің қазақ жастары бұл кезде орысша сөйлей алмайды, білімі жоқ, соларға жәрдем беру. Мына комитеттер құрып, солардың жағдайын жасау, салып тұратын жері, медициналық көмек, жылы киім беру деген сияқты. Яғни солардың атынан қазақтардың талаптарын орындау. Және сол бағытта олар көп қызмет атқарды. Біздің жастардың сол майданда жүрген көпшілігінің өмірінің сақталып қалу бір жағынан осы қазақ интеллигенттерінің арқасында. Мысалы үшін медициналық пункттер ашып беру. Ол өйткені соғыс болып жатыр, қырғын, бұлар қорғаныс окоптарын басқаларын қазып жатқан кезінде олардың жағдайын ешкім ойлаған жоқ. Орыс офицерлеріне керек емес. Сондықтан да мына осы қазақ интеллигенттері сондай көп қызмет атқарып, ақыр аяғында оларды қайтарғаннан кейін 17-ші жыл солармен бірге эшелондарға кәдімгі ұйымдастырып, облыс бойынша эшелондарға мінгізіп Қазақстанға жеткізеді. Соның ішінде мына Торғай облысына жеткізген осы тел жаман мұрын болып табылады. Артынан ол Алаш қозғалысына белсенді қатысып жүрді. Артынан 1919 жылы Алаш үкіметі жойылғаннан кейін, яғни кеңес үкіметімен келіссөз жүргізіп, олар амнистия жариялаймыз дегеннен кейін олар беріліп, өйткені Қызыл армия сол кезде бүкіл майдандарда жеңіске жетіп, Қазақстан территориясына кірді, Колчакты талқандады, Деникинді талқандады. Атаман Дутов мына Орынбордан осы Торғай облысы арқылы, Ақтөбе облысы арқылы өтіп, Қытайға қарай қашты. Осы кезеңде Алаш орда үкіметіне қатысқан адамдарға амнистия жариялаймыз деп, олар біртіндеп осы кеңес үкімет жағындағы қызметтерге орналасты. Бірақ 1925 жылы олар сол 20-шы жылдан 25-ші жылға дейін кеңес үкіметінің құрылымдарында, соның ішінде бірінші автономиясын құруға белсенді атсалысты. Соның ішінде мысалы үшін Ермековті айтуға болады, Әлімхан Ермеков, немесе Ахмет Байтұрсынов, біздің шекарамызды қайтадан жинау, әртүрлі генерал-губернаторлықтардың құрамында болды. Мысалы үшін Орынбор генерал-губернатор, Батыс Сібір, Омскіге қарайтын. Мына Ақтау жері сонау Кавказға бағынып отырды. Оңтүстік Қазақстан облыстары Ташкент генерал-губернаторлығына бағынып отырды. Яғни жерлеріміз шашырап жатты. Және сол территорияларды бір ортақ қазақ АССР-ның құрамына жинау бағытында осы интеллигенция өкілдері үлкен қызмет атқарып.
Солардың арқасында мына қазіргі территория жинап қалыптастырып Қазақ СССР құрылды. Міне, бірақ олардың 25-ші жылы Сталин хат жібереді Алматыға. Бұл хатында былай дейді: қазақ интеллигенттерін, қазақ жастарын тәрбиелеуге көп қатыстыруға болмайды. Тек қана білім саласында, мәдениет саласында қатысын дейді. Бірақ ешқандай жағдайда оларды идеологиялық тұрғыдан немесе саяси тұрғыдан қазақ жастарын тәрбиелеуге қатыстыруға болмайды. Яғни бұл сол қазақ интеллигенциясына қарсы басталған репрессияның, қуғын-сүргіннің басы деп айтуға толық негізі бар. Міне содан кейін біртіндеп оларды бүкіл мына құрылымдардан шығара бастайды, мемлекеттік құрылымдардан, одан кейін мәдени құрылымдардан шығара бастайды. Сөйтіп 28-ші жылы оларды қамауға ала бастайды. Жаңа айттым, алғашқы тобы 28-ші жылы, 30-шы жылдары сотталды. Енді Ақтөбе облысына келетін болсақ сәйкес, мына кеңес үкіметі осы қуғын-сүргін анатомиясын қалыптастырды деп айтты 30-шы жылдардан бастап. Сол кезеңде халық жауларын табу керек. Оларға әртүрлі атақтар берді. Мысалы үшін ұлтшыл, қазақ ұлтшыл дейді. Тек пан-исламист, пан-тюркист, Германияның шпионы, Японияның шпионы. Егер Россияның батыс бөлігінде тұратын болса, Орал тауларынан батысқа қарай халық жаулар, олар Германияның шпионы делінді. Ал Орал тауларынан шығысқа қарай, яғни Қазақстан, Башқұртстан, Қырғызстан кіретін жерлер, олар міндетті түрде Японияның шпионы. Мысалы, мына Мыржақып Дулатов, басқаларына Телжаман Мұрнов, Темірбек Жүрген, олардың барлығын Японияның шпионы деген айыпта тағылды. Және сол кезеңде мына біздің белді мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұлов, ол кәдімгі мына кеңес үкіметін орнатуға белсенді қатысқан, Совнаркомның төрағасы болған, үлкен белді қызметтерді атқарған. Соның өзін буржуазияшыл, ұлтшыл, уклонист деп айыптап, яғни мына ұлтшыл қозғалыстың, яғни Қазақстанды бөліп алуға әрекет жасады деп Москвадағы орталығын басқарған. Сол арқылы ол мына Татарстан, Қазақстанда үлкен тармағын құрды. Ал оны Парижден Мұстафа Шоқай басқарып тұрды деп. Сондай айыпты алдын ала олар қалыптастырып қойды. Бүкіл кеңестер одағының территориясында басқарып отырған Тұрар Рысқұлов, оны Парижден Мұстафа Шоқай, Қазақстандағы осы үлкен агентуралық топты басқарып отырған ол Ұзақбай Құлымбетов келінді. Оның көмекшісі Темірбек Жүрген. Тіпті мына 32-ші жылғы осы мына біздің Ақтөбе облысының территориясында көтеріліс болды. Сол көтерілісті әдейі ұйымдастырып, Алматыдан, Қызылордадан басқарып отырды. Темірбек Жүргеновтің ағайындары қатысқан осы көтеріліске. Соны Темірбек Жүрген әдейі біліп отырып, соларды басқарып отырған айып тағылды. Қамауға алған кезінде. Сөйтіп оны да ату жазасына кесіп жіберді. Кеңес үкіметіне қарсы іс-әрекет жүргіздің, Японияның шпионы болдың деген сияқты. Оның жағы бүкіл соның алдында ғана 36 жылы оған Ленин ордені берілген болған. Сондай жоғары дәрежеге көтерілген болған. Неге съезге депутат болып сайланды. Бірақ соған қарамай, жаңағы министр қызметін, халық комиссар қызметін атқарғанына қарамай, олардың барлығын, халық комиссарларының барлығын ату жазды. Яғни оның мақсаты бір жағынан болып жатқан кеңестік реформалар тығырыққа тіреліп жатқан кезде, халықтың әл-ауқаты нашарлаған кезінде халық жауларын әрі қарай іздеу, біріншіден оларға жаба салу жаланы, екіншіден қандай да болмасын халық арасынан шыққан көсемдерді құрту. Өйткені тәуелсіздік деген сөзді болдырмау, оған ондай сана сезімнен өшіру мақсат кеңес. Сөйтіп, лидерлік
яғни көсемдік қасиеті бар адамдардың барлығын көзін жойып интеллигенция өкілдері, екінші мемлекет басындағы мемлекет қайраткерлер, қоғам қайраткерлері. Мысалы үшін жаңа айттым, Кел Жаманмұрын сол жаңа тармақтың ішінде Ақтөбе облысы бойынша басқарып отырған. Ұзақбай Құлымбетов Қазақстан бойынша тармақты басқарып отырса, Кел Жаманмұрын Ақтөбе облысы территориясындағы осы тармақты басқарып отыр. Өйткені сол кезеңде ол Ақтөбе облысының мына облыс бойынша екінші қызметті атқарып комитетінің екінші қызметті атқарып отырды. Міне сөйтіп оның өзінде қуғын-сүргінге ұшырады, Бақырайғанда олар барлығы қаза тапты. Мына Ақтөбе облысы бойынша қуғын-сүргінге ұшыраған адамдардың саны 7000 адам. Соның ішінде ату жазасына кесілгені бір деректерде 1800 адам дейді. Қазір соңғы уақытта ол әрі қарай зерттеліп толықтырып 2100 адамға дейін жетті. Ату жазасына кесілген. Тек қана 37-38 жылдары. Жаңағы 7000 адамның ішінен 5700 адамы ақталды. Қалған жаңағы 1300 адамы әлі күнге дейін ақталып отырған жоқ. Осы Ақтөбе облысының территориясында да мына лагерлер құрылды. Мысалы үшін Актюблак, Иргизлак, Камышлак деген. Мына енді өздеріңіз білесіздер, Ақтөбедегі қаланың түбіндегі Түйетөбе деген жерде 90 жылдарында анықталды. Мына көктемде су тасыған кезінде мына адамның сүйектері жердің бетіне шығып, содан кейін сол жерге ғалымдарды өздері шақырып, зерттеушілерді, сөйтіп ол жерде көп адамдардың сүйектері табылды ғой. Мына профессор Байдосовтың зерттеуі бойынша, пікірі бойынша сол жерде 1100 адам атылған деген сондай несі бар. Жалпы мына осы Ақтөбе облысы бойынша қуғын-сүргінге ұшыраған адамдардың санын анықтауда профессор Закирдин Байдосовтың еңбегі өте зор. Оның қуғын-сүргін анатомиясы, зұлмат пен үрей деген 4 томдық еңбегі шыққан болады. Сонда КНБ-ның архивтерінде көп уақыт зерттеу жүргізіп, осы Ақтөбе облысы бойынша көптеген атылып кеткен, репрессияға ұшырап кеткен азаматтарымыздың тізімін анықтады. Енді ақтау мәселесіне келетін болсақ, алғашқы кезеңі осы ақтаудың, ол мына Сталин қайтыс болғаннан кейін алғашқы легі ақталады. Айтып отырмын, мысал үшін Бекежан Сүлеймен, Ермахан Бекмахановтар 53-54 жылдары жайлап ақтала бастады. Ал негізгі ақталу 1956 жылы басталады. Мына Никита Хрущевтың коммунистік партияның 20-шы съезінде ол Сталиннің жеке басқа табынуын айыптап баяндама жасайды алғаш болып. Сол баяндамадан кейін ақтала бастайды. Жаппай түрде соның өзінде көптеген қазақ азаматтары ақталған жоқ. Оның тек қана бір бөлігі ғана. Өйткені бұл процесс басталғанымен 56 жыл, 60 жылдарға дейін жүрді де жылымық аяқталды, аяғына дейін апарған жоқ. Міне сол баяндамасында айтып кетеді. Жалпы Кеңестер одағы бойынша 3.700.000 адам қуғын-сүргінге ұшыраған, сотталған дейді. Соның 642.000 адамы ату жазасына кесілген. Енді тарих зерттеушілердің пікірі бойынша бұл сан азайтылған сан дейді, толық емес сан деп айтылып жатыр. Қазіргі таңда бұл үрдіс әрі қарай жүріп жатыр, зерттеу жұмыстары жүріп жатыр. Мысалы үшін Қазақстан бойынша ашық мәселесімен, мысалы үшін Талас Омарбек деген зерттеулер жүргізді, монографиялар шықты. Манаш Қожабаевтың монографиясы бар. Конференциялар мен аспирантурада оқып жүрген кезімде осы
31-32 жылдардағы аштыққа байланысты конференция өткізді. Бүкіл орталық Азия көлемінде оған шетел ғалымдары қатысты. Сонда резолюциялар қабылданды. Негіз болған артынан мына осы бүкіл жұмыстардың қолға алынуына негіз болған. Сонымен қатар Ақтөбе облысы бойынша да айтып кеттім, Закредин Байдосовтың және мына осы Ақтөбе ғалымдарымен Алматыдағы Шоқан Уәлиханов атында тарих және этнология институтының ғалымдарымен бірлескен зерттеулер жүргізілді соңғы уақыт. Соның ішінде мысалы үшін Темірбек Жүргеновтің өмірі, оның шығармашылығы, оның мұралары жарық көрді. Немесе Чел Жаманмұрындың өмірі, ол туралы естеліктері жарық көрді. Немесе Темірбек Жүргеновтің естеліктері, оның жазып кеткен шығармалары жарық көрді. Яғни айтқанда соңғы уақытта осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірақ енді бұл үрдіс әлі аяқталды деп айтуға болмайды. Әлі көптеген біздің азаматтарымыз әлі толық ақталған жоқ. Мына мысалы үшін Елжан Шонановтың өзі сонау тек 1990 жылдан ақталды. Мына осы қуғын сүргінге ұшыраған қазақ зиялылардың ішінде тек екі адамның семьясымен бірге ату жазасына кесілген, әйелімен. Соның біреуі Телжан Шонанов болады. Оның Тағзада Шонанова деген жолдасы тергеу істері жүргізіліп, ақырында ол кісінің де ату жазасына кесті. Осындай міне зұлмат пен үрей әкелді. Бұл үш толқыннан кейін жалпы мына қазақ халқының біріншіден демографиялық сипатта үлкен нұқсан келді. Мысалы үшін халық санақтары бойынша айтатын болса, 1926 жылғы санақ бойынша қазақ халқының саны 3.968.000 болды. Ана ескерілмегендерді қосқанда 4 миллион болған. 26 жыл. Ал енді содан кейін 10 жылдан кейін 1937 жыл санақ жүргізіліп, бұл санақта қазақ халқының саны 2.760.000 болып шығады. Көріп тұрсыңдар, қаншаға азайып кетті. 4 миллионнан 2.800.000-ға дейін азайып кетті. Бұл таза адамның саны бойынша өсім деген ұғым бар, демографияда. Яғни ол 10 жылдың ішінде 4 миллион емес, 4 миллион көрегет мысалы үшін, өсім бар ғой енді. Әр семьяда 3-4 миллиондан орташа есеппен бала келгенде, ол 4 миллионнан асып кету керек. Ал бұл оның ескермегеннің өзінде көріп отырсыздар, адамның саны 1.200.000-300.000-ға дейін азайып кетті. Ол ана өсімді қоспаған. Яғни осындай үлкен келтірді. Бұның шырақтау шегі сол 60-70 жылдарға дейін. 1961 жылғы санақ бойынша сол кезеңде қазақтар алғаш рет өзінің территориясында азшылыққа айналып кетті. Яғни 29%-ын ғана 60 жылдың басын. 29%, қалғаны басқа ұлт өкілдері, орыс, украин, татар. Міне тек біз тәуелсіздік алғаннан кейін және мына тың және тыңайған жерлерді игеру жедел қарқынмен, оның әрине негативті жақтар болғанымен, бір жағынан қазақ халқының әл-ауқатының өсуіне бір үлкен серпіліс берді. Әл-ауқаты жақсарды сол кезде. Сөйтіп, адам саны салыстырмалы түрде туу өсті де, өлім жітім азайды сол кезде. Әл-ауқатының жақсаруында. Ал енді тек қана тәуелсіздік алғаннан кейін ғана қазақ ұлты, өзіңіз білесіздер, біз көпшілікке айналдық, 50%-дан асты. Қазіргі кезеңде биыл халық санағы болу керек, сол бойынша нақты цифрлер тағы да айтылады. Айбек, тағы қандай сұрақтар болды? Уақытымыз. Тыңдарманымыздан 1-2 сұрақ келген екен, соған жауап бере кетсек. Батыс алашорда
Айбек, жұрт, сен даусың жоғалып кетіп тұр, естімей қалып тұр. Қайталап айтып жіберсең. Соңғы сөздерін ғана естілді. Батыс Алашорда мен Ойыл уәлаяты жөнінде айтып өтсеңіз, осы туралы қысқаша бір мәлімет. Мына Алашорда үкімет құрылғаннан кейін оның орталығы Семей қаласында. Ол Қазақстанның шығысы ғой. Мына үлкен территорияны, оның үстіне азамат соғыс жүріп жатыр, басқару өте қиын болды. Сондықтан да оның мына қазақ интеллигенциясының белсенді өкілдері осы Алашорда үкіметін белсенді құруға белсенді атсалысқан, осы батыстан шыққан Халел мен Жаһанша бастап батыс Алашорда үкіметін құрды. Алғашында Ойыл-Оялаты деп аталады. Орталығы сол кезеңдегі Атырау мен мына Ақтөбе облысының шекарасына кіреді, қазіргі Ойыл ауданының территориясы. Міне осы жерде Орал облысы, яғни мына бүкіл батыс Қазақстан территориясы осы Ойыл-Оялатының құрамына кірді. Артынан батыс бөлімшесі болып құрылды. Оны басқарып отырған Жаһанша мен Халел Досмұхамедов тұр. Және олар мемлекеттік құрылым құрумен қатар кәдімгі қазақтың милициясын құрды, армиясын құрды. Оның не себепті керек? Сол кезеңде азамат соғыс жүріп жатты. Бір жағынан келіп, қызылдар келіп шауып кетеді, мал мүліктерін тартып алады, реквизиция жасайды, соғысқа жетеді. Бір жағынан келіп, ақтары келіп тартып алып кетеді. Міне осы жағдайда мына қазақтың сарбаздары құрылған. Осы қазақ халқын қорғауда үлкен рөл атқарды деп айта аламыз. Артынша бірақ білеміз ғой, 1919 жылы Қызыл армия Қазақстан территориясына кіре бастаған кезінде олар өздерінің елшілерін жібереді. Алашорда үкіметіне келіссөзге отырайық. Сөйтіп келіссөзге отырып, мына Халел мен Жаһанша Москваға барып сөйлеседі Ленинмен. Сонда талаптар қояды. Талаптары негізгілерін айтып кетейін, бізге ұлттық автономия беріңіз. Дін бостандығы. Сондай бірнеше талаптар қояды, халықты ағарту, тағы сондай. Бірақ сосын амнистия жариялау. Жаңа неге қатысқандарға, Алаш қозғалысына қатысқандарға. Кеңес үкіметінің басшылары оларға қайтарған жауабында былай дейді. Автономия береміз дейді. Бірақ ұлттық емес. Кеңестік автономия береміз. Ол бір. Бірақ береміз дейді. Екінші, білім саласында біз жаңалықтарды енгіземіз. Бүкіл халықты сауаттандырамыз дейді. Үшінші, жағы амнистия мәселесіне. Амнистия жариялаймыз дейді. Бірақ ең бірінші болып тұрған талап ұлттық автономия. Оны айтады, жоқ, Сталин айтады, Иосиф Сталин. Ұлттық автономия біз бермейміз. Кеңестік автономия береміз. Ол кеңестік принципте құрылады. Таптық принципте құрылады. Яғни оның ішіне қазақ халқының өкілдері кірсе, міндетті түрде тек қана қайтаптан шығу керек болады деп есептейсіз. Тек қана кедейлерден шыққан. Яғни зиялы қауым өкілдері оған кірмейді біріншіден. Екіншіден, олар жан тәнімен кеңес үкіметіне берілген адамдар болу керек. Солардың саясатын жүргізетін деген сияқты. Алаш зиялылары бұл талаптарды Жаһанша мен Халел қабылдауға мәжбүр болды. Біріншіден, егер әскери қимылдарды әрі қарай жалғастыра беретін болса, онда шығындар бұрынғыдан да көбейіп кетеді. Халық саны азайып кетеді. Қызыл армия сол кезеңде бүкіл майдандар бойынша ақтар қозғалысын талқандап келе жатты. Үлкен миллиондаған жауынгері бар үлкен армия ғой, қызыл армия деген. Сондықтан да оларға төтеп беру мүмкін емес екенін болғаннан кейін түсінгеннен кейін кеңес алаш зиялылары кеңес үкіметі қойған талаптарды қабылдап амнистия жариялаймыз деген сөйтіп қаруын тапсырады.
Мгм. Так, жақсы, рахмет. Біздің осы ақтау жұмыстарына байланысты. Бұл үрдіс әлі аяқталған жоқ дедім ғой. Міне кеше ғана президент, біздің республиканың президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мына кеңесте сөйлеген сөзінде айтып кетті. Осы қуғын-сүргінге ұшыраған азаматтарды әрі қарай ақтау жөнінде мемлекеттік комиссия құру туралы өзінің ұсынысын айтты. Яғни бұл үрдіс енді әрі қарай өзінің жалғасын тауып, бүкіл халқымыз өзінің жаңа шын мәнісінде қандай зардаптарға ұшырағанын толығымен біледі деп сенеміз. Сол бағытта енді біздер тарихшылар қауымы әрі қарай жұмыстарымызды жалғастырамыз. Рахмет. Және бұл әрине орта саясат, бұл саясат не үшін біз білуіміз керек? Біріншіден біздің ұлттық сана сезімімізді оятып, әрі қарай қалыптастыруымыз керек. Екінші, біздің жадымызда қалу керек. Мына осындай саясат болашақта қайталанбау керек. Сол үшін мына біздің жастарымыз, өсіп келе жатқан жастарымыз барлығы біліп, бұндай зұлмат пен үрейді болдырмауымыз керек. Тарихи шындықты қалпына келтіріп жатырмыз. Дұрыс. Самат Тамангелдіұлы, мынау бүгінгі бізге тікелей эфирдің де уақыты тамамдалып қалған сияқты. Сізге де тыңдармандар, әлеуметтік желідегі тыңдармандар тыңдап, сіздің мынау берген мәліметтеріңіз мол, тарихи мәліметтеріңізге алғыстарын білдіріп жатыр. Сізге біз де мынау Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейі ұжым атынан сізге алғысымызды білдіреміз. Өте құнды архивтік тарихи деректерді келтірдіңіз. Сізге алғысымыз шексіз. Жұмыстарыңызға, алда қойған мақсат міндеттеріңізге сәттілік тілейміз. Әрқашанда осы еліміздің тарихын зерттеп, зерделеп, үлкен тарихи еңбектер шығаруыңызға тілектестігімізді білдіреміз. Бүгінгі осы музей қонағы онлайн сұхбат айдарына қатысып, мол мәлімет бергеніңіз үшін, тарихи мәліметтер бергеніңіз үшін сізге үлкен рахмет. Осыменен бүгінгі эфирімізді тамамдайық, аяқтасақ. Жақсы, Самат Амангелдіұлы, келесі. Рахмет, Айбек. Қызметтеріңізде табыс тілеймін, биігінен көріне беріңдер, осындай шаралар өткізіп көптеген. Рахмет сіздерге. Сау болыңыз. Сіздерге. Жақсы, аман болыңыз, сау болыңыз. Сау болыңыз.